Бұдан 8 жыл бұрын мектепті алғаш бітірген жылымыз. Мен де ол да оқуға түскенбіз. Оқу оқып жүріп, сезімге бой алдырып, сезімге толы алғашқы түнді бірге өткізіп едік. Сезіммен басымыз айналып жүргенде Асланды қалаға оқуға ауысып кетті. Мен ауылда қала бердім. Арада 2 жыл өтер-өтпес, оның басқаға үйленгенін естідім. Мен сол күйі тұрмысқа шықпадым. Арада жыл салып, бір дегенде ата-анамнан айырылдым. Үлкен жол апатынан дүние салды. Жалғыз қыз болғандықтан арқа сүйер ешкімім болмады. Ауылда жалғыз қиналдым. Қайғымнан айығу үшін қалаға келдім. Қала мені суық қарсы алды. Көшелер бейтаныс, адамдар асығыс. Ал мен іш-ішімде бос кеңістікпен бетпе-бет қалдым. Ата-анамнан айырылған соң өмірдің дәмі өзгеріп кеткендей еді. Күні-түні жұмыспен басымды қатырып, тек тірлік жүргенімде өзімді сендірген едім. Бір күні, бірақ кей түндері терезеге қарап, баяғы Асланның дауысын естігендей боламын. Сен оқуыңды жақсы аяқта, сосын мен келемін деген уәдесі есімнен кетпейтін. Ол келмеді. Керісінше, мен басқа біреуге үйленді деген хабарды естідім. Сол күннен кейін жүрегімнің бір тұсы мұз болып қатты. Жылдар өтті, бірақ өмір мені тағы да сол қалаға әкелді. Бәлкім тағдыр қайталануды жақсы көретін шығар. Көшеде келе жатып, кенет менің жанымнан бір таныс дауыс естілді. Әй, кешіріңіз, Гүлназ, сенсің ба? Дауысты естіген сәтте денем тітіркеніп кетті. Бұрылып қарасам, Аслан тұр. Сол баяғы көзқарас, бірақ жүзі шаршаңқы. Көзінің астында жылдар із қалдырған. Ол да сасып қалды. Мен сені көп іздедім, деді ол жай ғана. Мен үнсіз тұрдым. Ішімде мың сезім күресіп жатты. Реніш, сағыныш, өкініш және бәрінен бұрын жылы бір қуаныш. Жаңбыр қайта себелеп кетті. Біз екеуміз үнсіз тұрдық. Мынау өмірдің бізге берген екінші мүмкіндігі ме, әлде кешігіп келген кездесу ме? Оны сол сәтте ешкім білмеді. Бірақ менің ішімде кішкентай бір үміт оты қайта жанды. Мен сені сағындым, сені көп іздедім. Сені кездестіргенім жақсы болды, деп ол кездесу тағайындады. Екеуміз басқа күні кездесетін болдық. Және жылы сезіммен бір-бірімізді қимастықпен қоштастық. Күндер өтіп екеуміз кездесетін болдық. Күн ауа райы жақсы, өте керемет десе де болады. Екеуміздің нәзік сезіміміз қайта оянғандай, енді бір-бірімізге құштарлық сезімі ашылғандай. Екеуміз кездескенде жеңіл ғана қозғалған сайын көйлегімнің толқында тербетіп, денемдің жылуы өзім де анық сездім. Көзіммен жерге қарағандай болдым, бірақ ішімде бір нәзік толқу тыныштық бермеді. Ол үнсіз тұрды, тек көзқарасы ғана сөйлей тұрғандай еді. Сол сәтте әлем сәл баяулап қалғандай болды. Тіпті сағаттың тықылы естілмей кетті. Мен өзімді әдеттегідей емес, өзгеше сезіндім. Әлде бір сенім, тартымды тірі адамдай сезіндім. Ол сәл жақындады. Көзімді жұмсақ бір мейірім бар. Бірақ сонымен бірге айтылмаған мың сұрақ тұрды. Мен болса ішімне неге үнсізбіз деп ойладым. Бірақ сол үнсіздіктің өзі бәрін айтып тұрғандай еді. Ол бір сәт ғана жымиып, саған дәл осы түс жарасады екен деді. Дауысы баяу, жылы шықты.
Мен де еріксіз күлімсіредім. Жүрегім баяу соғып, бірақ әр соққан сайын айқын сезіледі. Ол сәтте біз екеуміз де ештеңе демедік, бірақ бәрін түсініп көзқарас жеткілікті болды. Көзқарасымыз түйіскен сәтте жүрегім шым ете қалды. Ол баяғыда жоғалтқан адам еді. Күтпеген жерден осылай дәл осы сәтте тағдырым мені мазақ еткендей. Бұрынғы естеліктер көз алдымнан тізбектеліп өтті. Күзгі саябақ, жылы алақан, менің ең нәзігім деп айтқан дауысы. Бәрібір мезетте қайта тіріліп кеткендей. Ол баяғыдай емес еді. Жүзі қатайған, көзі терең ойлы. Бірақ қараған сайын сол баяғы тыныс жылылықты байқадым. Сен өзгермепсің, деді ол. Үнінде сағыныш бар. Мен күліп жібергім келді, бірақ күлкі шықпады. Тек ернім дір етті. Ал сен тым кеш келдің, дедім ақырын. Арамызда ауа ауырлап кетті. Көшеде жаңбырдың алғашқы тамшылары тырсылдап естіле бастады. Ол қолын созып иығыма түскен бір тамшыны сүртті. Сол сәтте менің ішімде бәрі қозғалды. Өткеннің қызуы, ұмытылған сезім, айтылмаған сөздер. Бірақ енді бәрі басқаша еді. Кешір, деді ол ақырын, көзін төмен түсіріп. Мен үндемедім. Жауап қайтарғым келмеді. Өйткені кейде үнсіздік те сөзден өткір. Жаңбыр үстей түсті. Екеуміз де қозғалған жоқпыз. Уақыт тоқтап қалғандай еді. Тек жүрегім баяу соғып тұр. Жаңбырдың үні күшейіп, көше шамдарының бұлдырлап көрінді. Тамшылар екеумізді үстімізге мүңгіп қойылып жатты. Ол әлі де қолыны иығымнан алған жоқ. Тек баяу сақ қимылымен мені өзіне жақындатты. Мен қарсы болмадым. Керісінше, ол бәрін таныс иіс, сол баяғы тыныш жылылық мені орап алды. Сол сәтте бір үміт болды. Өткен өкпе де, ұзақ үнсіздік те, тіпті уақыттың өзі де. Мен сені ешқашан ұмытқан жоқпын, деді ол ақырын. Даусы жаңбыр арасында әрең естілді. Мен көзіме жас толып тұрғанын сездім, бірақ жылағым келмеді. Мен де, дедім жай ғана. Ол күлімсіреп маңдайымнан сүйді. Сол сәтте бір жылулық жүрегімде тарап, ішімде әлде бір тыныш қуаныш жайлады. Жаңбырдың суығы мені мүлде сезбедім. Біз бір-бірімізді үнсіз құшақтадық. Бұл жолы мәңгілікке қалатындай. Қала шамдары жаңбыр тамшыларында жарқырап, аспандағы бозғылт бұлт арасынан әлсіз жарық көрінді. Бәлкім, бұл жаңа бастаманың нышаны. Суға малшынған екеуміз бір кез ол мені көтеріп үйге алып келді. Аялап диванға жатқызды. Жұқа көйлегімнен күрегімнің ұшы дікірейіп көрініп тұр. Көйлегімнің қыртысынан саным 2 әрпіме дейін ашық тұр. Жейдесін шешіп жай ғана маған жақындады. Жылы қолдары жаңбырдан тоңған денеме майдай жағып барады. Сезіммен қалшылдап кеттім. Сонымен аймалап жоғарыға көтерілді. Бір қимылмен көйлегімді шешті. Аппақ денем алмадай омырауымның ұшын сүйіп үстіме шықты. Ләззаттан басым айналып, денем босап, өзімнің әйел екенімді сезініп, оның құшағында майда ердім. Үлкен самаймен 2 әрпімді тесіп кіргенде, онымен болған алғашқы түнімді еске түсірді. Мен оны ұмытпаған едім.
Мен өзімді тек сен үшін сақтадым, дедім ақырын дауыспен. Сол түні мен үшін де, ол үшін де ерекше болды. Үйдің іші жылы әрі тыныш еді. Сыртқы жаңбыр тамшылары әлі де терезені тықырлатып тұр. Ал біз үнсіз отырдық. Екеуміздің арасы сөзсіз де түсінікті болды. Ол мені тоңған қолымды өз алақанына алып ақырын сипады. Сол сәтте бәрі тоқтап қалғандай сезіндім. Ішімде бір ғана ой, мен осылай болуды баяғыдан күткен шығармын. Көзіммен түйіскен сәтте ауада әлде бір жылы пайда болды. Ол жылу екеуміздің арасындағы барлық өткен өткінішті ерітіп жібергендей. Ол мені маңдайымнан сүйіп маған қарап, енді ешқашан кетпеймін деді. Сол кезде бәрі бар еді. Кешірім де, сағыныш та, мәңгілік уәде. Мен оның иығына басымды қойдым. Жүрек соғысы тыныш әрі анық естіліп тұрды. Сырттағы жаңбыр біртіндеп басылып, терезеден әлсіз ай сәулесі түсті. Бұл түн біздің екінші тынысымыз еді. Тағдыр бізді тағы бір мүмкіндік бергендей. Мен бақытты болмадым, Гүлназ. Иә, үйлендім, бірақ бәрі басқаша болды. Үй ішін күлкі емес, үнсіздік басып кетті. Уақыт өте мен өзімді жоғалтқанымды сездім. Ақыры бәрі аяқталды. Ол осыны айтқанда менің ішімде бірдеңе қозғалды. Жылдар бойы өзімді алдаған өкпе мен реніштің бәрі сол сөзбен бірге еріп кеткендей болды. Мен оған қарадым. Бұл бұрынғы Аслан емес еді. Уақыт оны өзгертіпті. Бірақ көздерінде баяғы таныш жылу бар. Неге айтпадың? Дедім ақырын. Мен айта алмадым, деді ол дауысын сәл дірілдеп. Өткенге қарауға қорықтым. Ал енді сенің алдыңда тұрғанда бәрі кеш болғандай. Мен сәл жымиып, ештеңе кеш емес дедім. Жаңбыр баяулап, саябырлап, аспан арасынан күннің алғашқы сәулесін көрінді. Сол жарық оның жүзін нұрландырып жіберді. Ол маған жақындап, менің қолымды ұстап, сол сәтте мен жүрегімнің қайта соққанын сездім. Баяғыдай алғаш рет сүйгендегідей. Бәлкім тағдыр бәрін қайта бастауға мүмкіндік бергені шығар. Бірақ бұл жолы біз үнсіз уәделестік, бұрынғыдай емес, ертеңді бағалауға. Күн артынан күн өтіп жатты. Аслан мен Гүлназдың өмірі қайтадан мағынаға толды. Екеуінің әр кездесуі жаңа бет, әр күні жаңа қуаныш еді. Гүлназдың жүзіне жылдар бойы ұмытылған нұр қайта оралды. Оның күлкісі Асланның ең үлкен қуанышы болды. Бір күні Гүлназ дәрігердің қабылдауына шығып, көзіне жас, бірақ жүзіне ерекше жарық болып қайтты. Аслан оны қарсы алып, не болғанын сұрағанда, Гүлназ жай ғана оның қолынан ұстап, біз ата-ана боламыз, деді сыбырлап. Сол сәтте Асланның көзінен жас үйірілді. Ол Гүлназды құшақтап, аспанға қарап күлімсіреді. Өмір екеуін талай сынаған, бірақ міне, енді махаббаттары өз жемісін берді. Гүлназ күннен күнге әлемленіп бара жатты. Оның әр қимылы, әр демі жаңа өмірдің нышаны секілді еді. Аслан кешкісін оның жанында отырып, қолынан ұстап, ішіндегі кішкентай тіршілікке үнсіз тіл қататын. Бұл үнсіз сәттер екеуіне де бәрінен де қымбат еді. Осылайша Гүлназ бен Асланның тағдыры қайта тоғысып, олардың махаббаты өмірдің барлық сынағынан мықтырақ екенін дәлелдеді. Екеуі бір-бірін кешіріп, өткенге өкпелемей, болашаққа үмітпен қарады.
Уақыт өте олар балалы болып, өз отбасыларын қуаныш пен мейірімге толы ұяға айналдырды. Өмір кейде кешігіп келеді, бірақ шынайы сезім ешқашан жоғалмайды. Егер осындай өмірден алынған әсерлі оқиғаларды ұнатсаңыз, арнама тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше аман болыңыз.